Сәлем достар. Бүгінгі кино тайымда 2020 жылы жарық көрген «Проклятие ведьмы» фильмі. 1665 жыл, Англия. Елде оба ауруы тарап, 10 мыңдаған адам қайтыс болады. Адамдар бұған кінәліні іздейді, себебі олар обаны шайтан мен оның сыбайластарының ісі деп сенеді. Сол кезде мыстандарды аулау кең тараған еді. Грейс күйеуі асылып қалған ағаштың жанына ауыр қылышын сүйреп келеді. Бірақ алдымен ол күйеуіне қабір қазуы керек. Екеуі қаладан алыс жерде бақытты өмір сүрген. Алайда індетке қарамастан, Джозеф өсірген бидайын сату үшін қалаға баруға мәжбүр болатын. Бірақ бұл жолы ол үйіне бірден қайтпай, тавернаға кіріп сыра ішеді. Сол жерде біреу Грейстің сұлу әйелі туралы сұрайды. Кенеттен қонақтардың бірі құлап, қанға тұншығып қалады. Көп ұзамай Джозефтің денесінде жаралар шыға бастайды. Бірақ ол жұқтырғанын әйеліне айтпайды. Тек қызуым бар деп өтірік айтады. Грейс оған көмектесу үшін орманға барып, емдік шөптер жинайды. Джозеф өлер алдында тіпті баласына да қол тигізе алмай қалады, бірақ әйеліне қоштасу хатын жазып кетеді. Грейс көп қиындық көріп күйеуін жерлейді. Енді үй шаруасы мен балаға қарау толықтай оның мойнына түседі. Бір күні оған жер иесі қызметшісімен бірге келеді. Ол Грейстен: «Осындай нәзік әйел енді қалай өмір сүрмек?» деп сұрайды. Сонымен қатар, бір аптадан кейін жалдау ақысын төлеу керектігін ескертеді. Егер ақша таппаса, бар мүлкінен айырылатынын айтады. «Не сможешь заплатить? Я вышвырну тебя вон». Я заплачу. Грейс күйеуінің сандығын ашып қараса, ішінде тек бірнеше тиын ғана бар екен. Келесі күні ол қалаға барады. Жолда өзінің ең жақын құрбысы Кейт пен оның күйеуі Мартонды кездестіреді. Кейт Грейс оба жұқтырып алуы мүмкін деп қорқып, кем дегенде қызын өзіне қалдыруын сұрайды, қауіптен сақтағысы келеді. Қалада жағдай өте қорқынышты еді. Көшеде егеу құйрықтар қаптап жүр, ал иттер өлі адамдардың денесін жеп жатыр. Грейс тавернаға барып, оның иесінен қарыз сұрайды. Ол Джозефпен бұрыннан дос болған, бірақ бірден бас тартады. Оның орнына ол сиқыр жасады деп ұсталған кемпір Молли Прайор туралы айтып, Грейске қаладан тезірек кетуге кеңес береді. Кетерінде Грейс күйеуінің қалай жұқтырғанын сұрайды. Сөйтсе, Джозеф ауру адамның кружкасынан ішкен екен. Бұл үлкен қателік болған, немесе біреудің әдейі істеген жамандығы болуы мүмкін. Көшеде Грейс мәйттер тиелген арбаны көреді. Солардың біреуі көзін ашқандай болып көрінеді. Түнде оған күйеуі түсіне кіріп, не істеу керек болса, соны істе дейді. Қабірге апаратын арқанды тартып, Грейс Джозефтің денесін жерден шығарады. Оған күйеуінің алтын неке жүзігі керек еді. Кейін үйіне тағы да Сквайр келеді. Ол ишарамен жесір әйелдің өмірін жеңілдетуге көмектесе алатынын айтады. Бірақ Грейс оны қайта қабылдамайды. Сквайр Грейсті үйінен қумақ болады, бірақ ол күйеуінің жүзігін беріп, біраз уақыт тұтады. Кейін тағы да уақыт созу үшін өзінің де жүзігін береді. Бірақ Сквайр ақша емес, басқа төлемді ойлаған еді. Ол бәрібір қалағанын аламын деп Грейске тап береді. Алайда Грейс өзін қорлатпайды, ол оның қолын қызған темірмен күйдіріп жібереді. Сосын оған мылтық кезеніп, үйінен қуып жібереді. Сквайр кек аламын деп кетеді. Грейс бір кезде күйеуіне анасын қалай өлтіргенін айтып бергенін есіне түсіреді. Ауылға судья Маркрафт келген. Ол қызымен қорқытып, Грейстің анасын өзін мыстамын деп мойындауға мәжбүрлейді. Сол сәтте ақ оны өлім жазасына кесіп, Грейстің көз алдында өртеп жібереді. Яғни, Грейс мыстаның қызы болып саналады. Ашуға булыққан Сквайр тавернаға барып, адамдарға, қалайша Джозеф оба ауруынан өлді, ал Грейс пен қызы аман қалды деп күмән тудырады. Ол мұнда жын шайтанның ісі бар деп сендіреді. Ауыл адамдары да оған қосылып, Грейс шайтанмен келісім жасаған деп ойлайды. Оны да Молли Прайор сияқты жазалау керек дейді. Сол түні Грейс терезе сыртынан аттардың кісінеген дауысын естиді, бірақ сыртта ешкім болмайды. Ал үйінің ішінде оны тұмсық тәрізді маска киген адамдар күтіп тұрады. Олар Грейсті мыстан деп айыптайды. Грейс қызын құшақтап, шатырға тығылады. Төменнен адамдар еденді қылышпен тесіп, шабуыл жасайды. Қылыштың бірі Грейстің қолын жаралайды. Беті тұмсық маска кигендер үйді өртеп жібермек болып, май шамды сындырады. Үйді от шарпиды. Грейс баласын көтеріп, шатырдан секіріп қашып кетеді. Сол кезде ашуланған Сквайр келеді. Ол Грейсті ұстап әкелуді бұйырған еді, үйді өртеу емес, өйткені бұл оның меншігі. Ақыры Грейсті құрбысының күйеуі Морден ұстап алады. Сквайр оны мыстан деп айыптап, баласын тартып алады. Грейсті шынжырлап, қалаға алып келеді. Жолда бұрын асылған Молли Прайор мәйітінің жанынан өткізеді. Кінәсіз әйелді зынданға қамайды. Морден әйелін ұрып, Кейтке Грейспен дос болғанын ұмыт деп бұйырады. Егер Сквайр білсе, бәрін тартып алады дейді.
Грейс ұйықтап кеткенде, оған тағы да күйеуі Джозеф елестейді. Сол сәтте тордың есігі ашылғандай болады. Оған өртеніп өлген анасы да көрінеді. Көрші камерада жас ұры қыз Астрид отырады. Оның бүкіл отбасы обадан қайтыс болған. Ол бір бөлке нан ұрлағанын мойындағанша ұрып соққан. Бірақ оның басқа амалы болмаған, аштан өлер еді. Тағы бір тұтқын ақылынан айырылған дін қызметкері. Бүгін Грейсті де қинап мойындатпақ, дәл Молли Брайер сияқты. Оны бағанаға байлап, арқасын жалаңаштап, қамшымен сабайды. Жазалаудан кейін Сквайр келіп, Молли 2 күн шыдап, ақыры бәрін мойындағанын айтады. Сонымен қатар, жақында атақты мыстан аулаушы судья Джон Маркрафт келетінін хабарлайды. Сквайрдың айтуынша, судья Джон Маркрафт Грейсті тез-ақ мойындатады. Ол қалаға көмекшісімен бірге келеді. Оның келуі кейбір адамдардың ашуын туғызады. Солардың бірі бұрын мыстан деп өлім жазасына кесілген әйелдің күйеуі. Ол Маркрафттан кек алғысы келеді. Бірақ оның жолын Маркрафттың қорғаушысы бөгейді. Ол оттан аман қалған, беті күйіп қалған бұрынғы мыстан әйел Урсула еді. Урсула әлгі ер адамды пышақтап өлтіреді. Грейс бір күн бойы бағанаға байланып тұрады. Түнде оны қайтадан камераға апарып тастайды. Тек Сквайрдың бір қызметшісі ғана оған жаны ашып таза су береді. Маркрафт қамалға келіп, Грейстің камерасынан төсекті алып тастауды бұйырады. Егер ол ұйықтап кетсе, үстіне суық су құю керек дейді. Ал өзі керісінше бөлмесіне тамақ пен шарап әкелуді талап етеді, әйелді қинауға күші болу үшін. Түнде Грейс су бетінде Джозефтің бейнесін көреді. Бірақ бір сәтте судан шайтан шыға бастағандай болады. Кенет бұл көрініс жоғалып кетеді. Таңертең Грейсті судьяның алдына алып келеді. Маркрафт барлық дәлел оның мыстан екенін көрсетіп тұр дейді, және неге әлі мойындамағанына таң қалады. Ол Грейстің мойнындағы крестті жұлып алып, оны азаптау құралына байлауды бұйырады. Алдымен монашкалар оның киімін жыртып, денесін тексереді. Мойнынан бір мен табады. Олар мұны шайтанмен байланысы бар деген дәлел деп санайды. Тексерістен кейін Грейсті қайта камераға апарады. Қызметші оған нан мен ірімшік әкеледі. Ал сол уақытта Маркрафт кешкі ас үстінде адамдардың Лондоннан қашып, ауылдарға тығылып жатқанын айтады. Олар обадан осылай құтылмақ болады. Астананың көшелері мәйіттерге толы, барлық жерде егеу құйрықтар қаптап жүр. Сквайр Джон Маркрафтты айдап салып, тұтқынды аямай қинауды сұрайды. Грейс түсінде күйеуі Джозефті көреді, бірақ ол кенет шайтанға айналып, оның жанын талап етеді. Сол сәтте үстіне суық су құйып, Грейсті оятады. Ол бірден дұға оқи бастайды. Грейс қызметшіден қызының қайда екенін біліп беруін өтінеді. Қызметші оған тағы да тамақ әкеліп береді. Үшінші күні судья Грейске күйеуінің денесін қайта қазып алғанын айтады. Оның мойнынан арқан ізі табылған. Мұндай діндар адам қалайша ауыр күнә жасады. Демек, оны азғырған мыстан әйел, яғни Грейс деп айыптайды. Алдында түрлі азаптау құралдары жатыр. Крестті қисайтып қояды. Урсула қолына біз алып, Грейстің табанынан бастап шаншиды. Әйелдің қол аяғы тесіліп, қан жоса болады. Қызметші оған камераға жетуге көмектесіп, мойында деп өтінеді. Сол уақытта Маркрафт Урсуланы бұрын өртеген кезде, жаңбыр жауып, оны оттан алып шыққанын еске алады. Ол оны жамандықтан тазартылған деп есептейді. Сосын Урсуладан қырсық тұтқынмен сөйлесуді сұрайды. Ал Грейс болса тағы да елестер көре бастайды. Ол күйеуінің кейпінде келген адамның шын мәнінде шайтан екеніне сенімді болады. Грейске анасы келгендей болып, одан өмір бойы жек көрген үшін кешірім сұрайды. Бірақ бұл оның анасы емес, Урсула еді. Ол Грейске алмай келеді. Урсулаға Грейске шайтан не деп айтып жатыр дегені қызық. Өйткені өзі де бір кезде шайтанмен келісім жасадым деп ойлаған, бірақ кейін тазардым деп сенеді. Грейстің туыстары оған, өзіңді құтқару үшін мойында деп жалбарынады. Бірақ ол көнбейді. Оған сен мыстансың деп сендіруге тырысады, дәл бұрын Урсулаға жасағандай. Бірақ Грейс бұл айыптаулармен ешқашан келіспейді. Қызметші оған нан әкеледі. Нанның ішінде хат бар, қызы аман-есен екені жазылған. Зынданға тағы бір сыған әйелді әкеледі. Ол да Грейске қарсы жалған куәлік береді. Яғни, бәрі қорқып бір-бірін сатып жатыр. Ал Джон Маркрафт күн сайын өзін-өзі жазалап, қамшымен сабайды. Төртінші күні қамалға жергілікті адамдарды әкеліп, Грейске қарсы куәлік бергізеді. Тек құрбысы Кейт қана оны аяйды, бірақ күйеуі үндемеуді бұйырады, әйтпесе өзі де келесі құрбан болуы мүмкін. Маркрафт Грейске груша деп аталатын темір құралды көрсетеді. Оны адамның ішіне салып, біртіндеп ашқанда өте қатты азап береді. Соған қарамастан Грейс тағы да ештеңе мойындамайды. Судья бұл құралды Урсулаға беріп қолдануды бұйырады. Грейстің киімі мен еден қанға боялады. Бірақ ол бәрібір ештеңе айтпайды.
Сондықтан Маркрафт ертең оны жай ғана өлім жазасына кесетінін айтады. Оның үндемей шыдауы кінәсін мойындағаны деп есептейді. Өйткені мұндай азапқа тек мыстан ғана шыдай алады деп сенеді. Ең сорақысы, Грейсті қызымен бірге өртеп жібермек. Кейт үйіне қайтып бара жатып күйеуі Мартонмен ұрсып қалады. Ол Кейтті арбадан лақтырып ұрып соғады. Тіпті оны буындырып өлтірмек болады. Бірақ Кейт қарсы тұрып, ақырында арбаның дөңгелегімен Мартонның басын жаншып өлтіреді. Зынданда отырған тұтқындардың бірі обадан қайтыс болады. Грейс қызметшіден бүгін түнде қызымен бірге қашуға көмектесуін сұрайды. Сонымен қатар ол Джон Маркрафтпен кездесуді талап етеді. Грейсті алып кеткенде қызметші келіп, оба жұққан мәйіттің қанын алып қояды. Сосын оны судьяның шарабына қосады. Сол уақытта Маркрафт баланы қолына ұстап, Грейсті қорқытады. Грейс қызының өмірі үшін бәрін мойындауға дайын екенін айтады. Бірақ бір шарты бар, қызын Урсула тәрбиелесін дейді. Маркрафт анасына қызымен қоштасуға рұқсат береді. Сол кезде қызметші шарап әкеледі. Урсула қызды алып кетеді, ал судья Грейсті үстелге отырғызып, бірге шарап ішуге шақырады. Алғашында Грейс ішпейді, бірақ судья жалғыз ішпеймін деген соң аздап ішеді. Сосын мойындағандай болып сөйлей бастайды. Алдын ала үстелден жасырын алған бізді алып, судьяның қолына сұғып жібереді. Екінші қолында үстелге шаншып тастайды. Грейс оған бала кезінен таныс екенін айтып, енді жазасын алатын уақыт келгенін жеткізеді. Сонымен бірге шараптың уланғанын айтады. Иә, өзі де ішкен, бірақ бәрібір ертең өлетінін біледі. Сосын ол өз крестін қайта алып қояды. Ал Масс Сквайр төсегінде ұйықтап жатады. Қызметші оның бөлмесіне кіріп, күтуші әйелді қуып жібереді де, баланы алып кетеді. Сол кезде Сквайр оянып кетеді, бірақ қызметші оны түнгі ыдыспен ұрып, есінен тандырады. Урсула терезеден кіріп, Джон Маркрафтқа көмектесуге келеді. Екі әйел төбелесе бастайды. Урсула пышағын көтергенде, Грейс оның бетіне май шамды лақтырып жібереді. Урсула қайтадан отқа оранып, терезеден секіріп кетеді де, жарылып өледі. Сол сәтте бөлмеге қарулы күзетші кіріп келеді, бірақ оны қызметші артынан пышақтап өлтіреді. Маркрафттың айналасын өрт жайлап, оны құтқаратын ешкім қалмайды. Қызметші баланы алып, сыртқа қашып шығады. Ал Грейс артта қалып, қақпаны жауып тастайды. Ол уланған шарапты ішіп қойған, өйткені қызымен өзін құтқарған жігіттің өмірін қауіп кеткісі келмей. Бірақ кейін белгілі болғандай, шарап уланбаған екен, оны Сквайр алып қойған. Грейс зынданға жүгіріп барып, үлкен мылтықты оқтап, бірден екі күзетшіні атып өлтіреді. Ол ұры қыз Астридті босатады. Бірақ сол кезде Сквайр келіп, қызды атып тастайды. Сыған әйел Грейске көмектесіп, екеуі Сквайрмен күреседі. Грейс оның ішіне орындықтың сынған бөлігін тығып, кейін басын қылышпен шауып түсіреді. Маркрафт бір қолын босатады, бірақ бәрібір құтылмайтынын түсінеді. Ол өзін атып өлтірмек болады, бірақ тапаншасы бос болып шығады. Грейс құдықтан қашып шығуға болады деп ойлайды. Қызметші жылап тұрған Кейтті көріп, оған баланы береді. Екеуі бұл қаладан алысқа қашуға шешім қабылдайды. Соңында Еуропа мен Солтүстік Америкада шамамен 500 мың әйел мыстан деп айыпталып, өлім жазасына кесілгені айтылады. Достар, шолуымыз ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, біздің арнамызды қай қаладан қарайтындарыңызды пікірге қалдырыңыздар. Келесі кинотаймда кездескенше сау болыңыздар.